Құрметті көрермендер, бүгін біз міне билер кеңесінің форумына келіп отырмыз. Билер кеңесінің мүшесі Қадыр аға ерте келіпті. Қандай жұмыстар жасалынды, қанша отырыс болды, жалпы осы билер кеңесінің ашылу мақсаты туралы кішкене айтып отырсаңыз. Біздің ата-бабамыздың салып кеткен сара жолы ғой. Бұрын осы барлық ішкі әлеуметтік басқа да мәселелердің барлығын билер кеңесі шешкен. Біздің қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Кеңесбаев мырзаның бастамасымен осыдан 4-5 жыл бұрын билер кеңесі құрылған болатын. Бұның негізгі мақсаты халықтың арасындағы толып атқан, шешілмей атқан әлеуметтік, тұрмыстық, басқа да жағдайлардың мәселелерді соттың алдында сол билер кеңесі қарап, өздерінің ұсынысын беру жөнінде бір ұсыныс болған болатын. Соған байланысты біздер енді міне содан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Бекітілген тізбе бойынша біздер келіп сот ажырасу мәселелері көп. Негізі жай ғана нәрсе емес қой ол. Ол жай ажырасудың өзі көп мәселеге байланысты екені белгілі. Ол тұрмыстық баспана, жұмыс орны, басқа да әлеуметтік мәселелер өздерінің соған байланысты болып жатады ғой. Ойланып істеңдер, асықпаңдар деген мәселелерді айтып, солардың жас жұбайлардың қайтадан өзінің шаңырағын әрі қарай жалғастыруды мақсат тұтамын. Қадыр аға, енді өзіңіз қатысқан осындай отырыстардың ішінде қаншама мәселе шешілді ажырасу жөнінде? Ондай статистика бері қолында қазір жоқ, бірақ біздің билер кеңесінің басшыларының мәліметі бойынша біз көптеген түскен арыз шағымдардың бәрі қарап, соның 67%-на дейінгі мәселелер өз деңгейінде шешіліп, қанағаттандырылды деген ие болдық. Рахмет. Тақтайұлы, сәлеметсіз бе? Бүгін міне кеңейтілген отырыс болайын деп жатыр. Меморандумға қол қойылмақ. 3 жақты келісім. Дұрыс түсіндің бе? Дұрыс түсіндіңіз. Бұл билер кеңесі жалпы қай жылы ашылды? Осыған дейін қанша жұмыс жасалынды? Нәтижелі жұмыстар. Сол жөнінде айтып берсеңіз. Бұл енді баяғы кезде атам заманнан билер болған. Осын шешкен. Өздеріңіз білесіз, 300-дің 3 биі болған. Төле би, Қажыбек би, Айтеке би деген сияқты. Әр ауылда билер болған. Енді бір кезде қазақ соны ешкім армағыр орындай алмаған. Содан кейін келіп, бастығы бірінші президенттің 11 сәуірде билер кеңесі бізде құрылды. 60 мың ардагердің ішінен 22 адам таңдалып алынды. Олар ішінде мына бұрынғы әкім болған ауданның, қаланың әкімі болған, облыстың әкімі болған, әртүрлі салада істеген адамдар. 3 биден түске шейін, түстен кейін 3 биден істер қаралып өтті. Сол енді осы 4 жылдың ішінде мынау 2020-2021-де кішкене қысқартылды, бірақ соған қарамай 6830 іс қаралды. Соның ішінде енді қаралғанда әртүрлі істер. Ажырасу бар, тағы басқа мынау үй жағдаймен байланысты сияқты. Сол істердің бәрі қаралды келіп, еліміздің қаралған істеріміз сонда 65-70% татуластырумен аяқталды. Қалалық сотпен, сосын анау экономистический сотпен, сосын ювенальный сот. Солардың үшеуімен бүгін сол енді іс қаралып жатыр. Қаланың әкімі болады. Сол іске байланысты жаңадан меморандумға қол қойылады. Қаланың әкімі, қалалық ардагерлер кеңесінің бастығы, және де мынау 6 адам дедік, 6 адам ішінде сонда 3 судья бар, сот. Солар жиналып, жаңадан меморандумға қол қойылады. Павлодарской области и Советом Вены. Я думаю, что именно данный меморандум позволит реализовать примирение, процедуру примирения между населением. Очень много исков поступает сейчас и определение места жительства, в состав которых также
вошли почетные судьи в отставке, позволит снизить градус напряженности споров, которые возникают при рассмотрении гражданских дел.